Бәріне сәлем, сіздермен Нұралы крипто, және де бүгінгі видеода мен сізге трейдердің ең керек заты журналды көрсететін боламын. Журнал арқылы сіздер өздеріңіздің нәтижелеріңізді жақсартып, мына дистанция табыс табуға мүмкіндіктеріңіз артатын болады. Менің алдымда тұрған дәп қазір ол менің өзім қолданып жүрген журнал, және де бұл журналда менің соңғы жарты жылдағы статистикам көрсетілген. Соңғы жарты жылда мен 115 трейд ашыппын, 55% win rate жасағам, және орташа трейдті 23 сағат ұстадым. Бірақ енді бұны мен детально жазу керек, бірақ мен бұны детально жазбадым. Айлық орташа пайда 1,9%, орташа риск реворд 1,3 RR табады екенмін. Так, енді видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы журналды қалай өздеріңіз қолданасыздар, өздеріңізге қалай пайдалы қыласыздар, барлық ақпаратты беретін боламын. Кеттік. Давайте біз мына жақтағы вкладкалардан бастайық. Ол бізде рутина, перформанс анализис, дейта деген жер. Кеттік, рутинадан бастайық. Рутинада бізде 3 вкладка тұр қосымша. Трейдинг план, трейдинг journal, notes деген. Так, ең бірінші, давайте біз трейдинг планға өтейік. Мысалы, менде қазан айының 25 жылдағы жасаған планым орындалды ма, орындалмады ма, барлығын өздеріңіз тексеретін боласыздар. Енді қарайық, мысалға мынаны ашайық. Так, мынаны ашсақ, біз open дейміз. Так, мынау бізде how USD 1.10 дейді. Мен план жасағам, яғни планда менде баға жоғары қарай, то есть шартовый вариантты қарастырыппын. Мысалы, how USD өтейік. По сценарию мынандай движение орындалу керек. Мысалға, мен қалай жасаппын? Мен баға үстін шешіп, астына қарай құлайды дегем, және менің вариантым бойынша баға келді, үстін шешті, және астыға қарай құлады, қарап отырсақ, үстін шешіп құлайды дедім. Коррекция беріп, біз шортқа қарай движение PDL-ға бардық. Және бұл идеяны өздеріңіз монетизация жасауларыңызға болушы. Егер мысалы анализ дұрыс орындалмаса, планды күнделікті жасау арқылы өздеріңіздің қателіктеріңізді анықтап аласыздар. Мысалға айтайық, планға өтейік. Так, екісі күнгі план бар ма екен? Мысалы, how USD екісі күні мен шартовый дегем. Қарайық, бізде баға не істеуі мүмкін? Баға мына хайды шешіп төмен қарай кетеді деген. Бірінші таргет, екінші таргет, және бізде мына хайды тоже алып кетеді деп интерес қарамаппын. Мен баға келді, Лондон ашылды, біз ПДХ-ны шештік, төмен қарай құладық. Біздің бірінші таргетті орындап берді, және екінші таргетке, скорее всего, барған жоқ, или возможно барды. Так, қарайық, бұл күні менің планым осы таргеттар болатын, және баға сәтті түрде орындап берді мысалы. И осылай сіздер неге орындалмады, қандай проблема болды, жаңалық болуы мүмкін ол фактор, немесе тағы басқа болуы мүмкін өзіңіздің қатеңіз. Соның барлығын зерттеп, содан кейін өздеріңіздің анализ, яғни күн қайда барады, бүгінгі күні баға не істеуі мүмкін деген информацияларыңызды жақсартасыздар. Енді бұл жерге информация қалай қосамыз? Информация қосу үшін мысалға алайық, бізде new деген кнопка бар, және бүгін бізде 26 сәуір, 26 сәуірден кейін 27 дүйсенбіге план құрастырайық. Мысалы, давайте how USD дейін мен 27.04. Так, дата бізде жазылып тұрады, 27.04. Пара бізде қандай? Мысалы, мына жерде how USD қосайық. Так, что-то қосылып тұрады. Нарратив пока белгісіз. Енді бізде план. Давайте біз бұны daily дей салайық. Daily қайда баруы мүмкін? Енді бастық. Басқаннан кейін бұл жерде таймфреймдер бойынша информация шығады. Так, менді қарайық. Мысалы, мен өз анализімді топ-даун жасаймын. Ол жоғары таймфреймнен бастап кіші таймфреймға дейін. Мысалы, мен бірінші анализді қарайтын болсам, менде апталықтан бастайық. Апталықта менде көріп тұрмыз, баға үлкен бір имбаланстың ішінде, және баға бізде имбаланстың 0,5-нен уже асып кеткен, бірақ 0,5-нен қатты асып закрепление бере алмай тұр. Значит, бұл дегеніміз шортқа қарай интерес бар, баға төмен қарай құлауы мүмкін. Плюс біз қарайық, баға бізде не істеген? Өткен аптаның хайы, өткен аптаның лоуы, то есть осы аптаның лоуы хай ешқандай максимум шешпеген. Значит, бұл бізде ликвидный зона болады. Бізде баға не істеуі мүмкін? Возможный вариант мен үшін ол, так, мынаны алып тастай салайын қазір. Жоқ, тұра берсін.
Возможный вариант мен үшін ол баға кеп мына лоуды шешеді, потом дальше үстіге қарай былай қарай жүреді деген сценарий. Неге десеңіздер, өйткені баға окончательно құлар алдында тағы да бір ликвидностьті шешіп кетуі мүмкін, және осындай информация вполне возможно. Себебі бізде соңғы движениеда біз лоуды шешкенбіз и дальше өскенбіз. Либо осы жерге дейін құлайды мына лоуды шешіп бірден, немесе мына жақтағы rejection блокқа дейін до конца 4400-ге дейін құлау сценарий бар. Егер бұл четко окончательно құлайым десе, ол, то есть мынадан тоже құлауы мүмкін, бірақ енді мен үшін сценарий ол әзірге астын шешіп, алтын енді бізде қазір енді соғыс болып отқандықтан астын шешіп үстіге қарай көтерілу варианты мысалы маған комфортный, өйткені үстіде таргеттер бар, мына хайды секілді. Айлыққа қойсақ, мысалы айлықта бізде лоуды шешкен, даже мынаның лоуын шешіп алғанбыз, және жоғары қарай өсуге өте жақсы, жоғары ұзақ уақыт көлемінде информация бар. Аламын, copy image, Notion'ға қоямын, мысалы бұл бір weekly, бір weekly аламын, астындағы коробкаға осылай қоямын. Мысалы мына жерге информация жазып кетуге болады, мысалы айтайық, бір weekly range мысалы, және де астын шешкен соң жоғары қарай көтеріледі деп тоже информация көрсетсек болады. Так, енді оны анализға байланысты өздеріңіз жазасыздар. Келесі информация ол бізде дневкада, дневкадан аламын, мысалға алайық, допустим, дневкада не көріп тұрмын, мен дневной таймфреймда бағаның так, мына свечканың лоуын шешіп алғанын көріп тұрмын, плюс бізде мына жақта қосымша ликвидностьпен жұмыс бар, жоғары қарай өскенбіз, бірақ ешқандай закреп жоқ. Мына жақта бізде ликвидностьтарды шешіп төмен қарай құлатқан, плюс бізде мына ликвидность шешілініп алынған, және менің ойымша біз мына свечаның лоуын шештік PDL-ды. Енді хотя бы дегенде мына 770-ке дейін, 750-ге дейін қарастырып движение көрсек болады жоғары қарай. И содан кейін ары қарай мына ликвидностьтардың жұмысымен бірге төмен қарай құлауға шанс бар. Оның таргеті бізде мына свечаға дейін бару мүмкін. Енді мен 27-сіне пландап отқандықтан мен істеймін, мен пока таргетті асырмаймын ұзаққа, мен примерно осындай сценарий құрайым. Так, түсінікті, аламын, copy image, және де бірді таймфрейм информациясын енгіземін. Все, түсінікті деп ойлаймын. Так, мына жаққа енді более кіші таймфрейм, ол 4 сағаттық таймфрейм, 4 сағаттықты аламын, тоже не көріп тұрмын, анализім қандай, сол информацияны енгіземін. Мысалға қарайық, мына бәрін өшіп тастаймын, сізге керек емес, аламын, лоуды шешкен, плюс имбалансқа реакция жоқ, ол дегеніміз сатып алушылардың интересі жоғары дегенді білдіреді. Және осы кіші таймфреймдағы информация маған мына сценарийді подтверждать етіп тұрған секілді, және осылай қараған мен үшін жақсы ретінде қарастырамын. Неге? Өйткені бізде шортқа қарай кетудің шансы көбірек, өйткені previous weekly low бар, және де мына жақта ликвидностьтар бар, осының барлығы бағаны өзіне қарай тартуы қажет. Так, аламыз, енгіземіз, copy, 4 сағаттық вставить. Енді давайте 1 сағаттық таймфреймге өтейік. Кіші таймфреймге өтіп анализіміз жасаймыз. Мынаның барлығы бізде тұрған ликвидность, және бұл сценарий мен үшін более комфортты және менің бағытымды дәлелдеп беріп тұр. Енді келесі апта қалай ашылатынын көреміз, бірақ осылай өздеріңіздің анализдарыңызды енгізу арқылы сіздер өз анализдеріңізді болашаққа деген жақсартасыздар. Планды енгізіп қоясыздар, мысалы бірді, допустим, range low high, допустим, PDH sweep'тан соң тең шорт, мысалы шорт, допустим, PDH шешкеннен кейін шортқа қарай спокойно қарастыра беруге болады деген информацияны осылай енгізіп қоямыз. Түсінікті, план бойынша. Енді келесі
окноға тик. Ол бізде трейдинг journal, иә. Трейдинг journal деген не? Ол сіздің күнделікті ашқан трейдтарыңызды енгізетін аймақ. Так, мысалға айтайық, бізде мына жерде сделкалар бар. Бұл жерде сіздер әрбір айдың сделкаларының информациясын көре аласыздар. Қандай сделка ашылды, қандай аккаунт ашылды, барлығын енгізсеңіздер болады. Мысалы, февраль, март, иә. Апрель айына мен журналға енгізген жоқпын, бірақ қаңтар айының сделкаларын өздеріңіз көріп отырсыздар. Қандай статистика болды, айлық информация бәрін шығарып береді, қандай трейдтар ашылды. Суммарно плюс 0,8, минус 2,1 мысалы, минус 0,7, плюс 3, мысалы, плюс 8, плюс 5 деген секілді статистикаларыңызды айлар бойынша көре аласыздар. Енді бұл жерге, допустим, айтайық, мен бір сделкама кіріп көрсетейін. Мысалы, win болған take profit, open ашайық. Open'дан кейін бізде көрінеді, мысалы, қандай сделка ашылды, барлығы көрініп тұр. Мысалға айтайық, мына сделка өте жақсы орындалған трейд тоже. Оған ликвидность шешеді, закрепление береді, имбаланстан трейд орындалады, тейкпен әдемі түрде жабылды. Мысалы, мынау 30 минутта, мынау 30 минутта, мынау 4 сағатта, мысалы, мынау бір күнде қандай информациялар болды, және осы факторларды ескеру арқылы сіздер өздеріңіздің сапаларыңызды жақсартасыздар, трейдтарыңыздың. Так, енді давайте қалай сделка қосамыз, соны көрсетейік. Мысалға new деп басайық. Трейд, допустим, 1, без разницы, GBP how деп өздеріңіз білесіздер аттарын. Күні, қай күні, мысалға. Бізде, допустим, мен 24 күн ашқан сделканы бөлісейін сіздермен. Ол менде аккаунт пока таңдамай қойық. Риск бізде 1,5%-ға алынды. Риск реворд менде. P&L айтайық, ол риск реворд давайте 3000. 3000 деппін ғой. Примерно 3,7. Результат менде бұл take profitпен жабылды. Мынау pair, ол менде how used бойынша алынған. Direction менде long, execution менде біріншісі market. В общем, барлығы маркетпен алынды. Entry time frame менде мысалы 5 минутпен орындалды. Trading style, ол intraday сауда стилі, яғни бүгін аштым, бүгін жаптым, все, ертеңге жұмсалмайды деген секілді. Енді мен көрсетейін бұл трейдімді. Бұл трейд менде бұлай орындалды. Так, баға бізде келеді, PDL-ды шешеді. PDL-ды шешкен соң жоғары қарай лонгқа реакциясын көрем. Плюс баға мына жақтағы имбаланстарға ешқандай реакция көрсетпейді. Мына свечка жабылған соң мен бірден алып лонгқа қарай позиция жинап қойдым. Так, take profit менде енді дальше мына жаққа ұстау менде ойда болған. По идее, мына жаққа дейін 4770-ке дейін 10 RR қылып, бірақ неге ұстамадым? Мен бұны алдында мына жерде жаптым. Неліктен? Себебі мен уже бұл жерде экзаменнің этапын аяқтаған болатым, және бұл маған жеткілікті болды. Баға барды, четко жапты, все, әдемі орындап берді. Мысалы, енді осыны енгізейік қазір. Аламыз, то же самое 5 минут, мысалы, copy trade, exit moment алып бір енгізіп аламыз осы жерге. Time frame бізде 5M дейміз де, тағы бір енгізіп аламыз. Все. Енді қосымша жазатын информацияларыңыз болса 5M-да жазса болады. Мысалға PDL sweep плюс 5M IFVG деп жазып қойық. Және бұл біздің позицияға кіру факторымыз болды. Мысалы, енді тағы жоғары таймфрейм өтейік. 1 сағатқа. 1 сағатта бізде особо қатты фактор жоқ мен үшін. Бұл бізде трейд контртренд болды, бірақ өзінің информациясын четко орындап берді. Все. Copy image аламыз. 1 сағатта қалай көрінді. Ол сіздерге фактор жоқ болса да, болашақта түсіну үшін өздеріңізге қажет болады. Так, аламыз. Неге жабылды? Еще 4 сағаттық имбаланс болды ол жерде. Фактор менің ойымша түсінікті деп ойлаймын. Copy image 4H. Егер қосымша фактор болса 4 сағатта өздеріңіз жазып қойсаңыздар болады. Бірақ мен бұл жерде факторым тек 5 минутта ғана болды, және бір күндік таймфреймда. Бірді, мысалы, бір күндік аламыз. Ставить, все, қойдық. Анализ, мысалы, не ойладыңыздар? Жазасыздар.
5m, так, PDL sweep мысалы, плюс 5m IFVG деп информациясын жазып қойып, осы информация бойынша менде позицияға трейд кірді. Conclusions, мысалы эмоциональный тағы бірдеңке болса қосып қойсаңыздар болады, бірақ менде осы фактор позицияға жинауға мүмкіндік берді. Түсінікті, иә? Бұл журнал сізге не үшін керек? Журналды сіз өстіп сделкаларыңызды жазасыздар, мысалы айдың соңында, аптаның соңында ашқан трейдтарыңызды, мысалы убыточный трейд болыпты, иә, мысалы убыточный трейдтарыңызды алып қарайсыздар, почему, неге сіздер минусқа кеттіңіздер, қандай фактор болды. Соның барлығын ескере отырып, өздеріңіздің минустарыңызды жоятын боласыздар, және болашақта уже стабильностьқа шығуға мүмкіндік береді. Түсінікті, иә? Трейдинг журнал ол сіздің күнделікті ашқан трейдтарыңызды жазып отыратын жер. Так, мына вкладкаларды мен потом түсіндіремін, возможно, может түсіндірмеймін. Бұл вкладкаларды негізі өзім қолданбаймын. Так, давайте өтейік. Live journal. Так, келесі бізде notes. Ол жерде сіздер өздеріңіздің ойларыңызды жазасыздар. То есть, мысалға айтайық, мен не жазып қойыппын, қарайық, интересно. No trades, no plan дейді. Депрессивный периодта сауда жасама, өзіңді бақытты сезініп плодить етесің дейді. Ну, в принципе, әркім өзінің информациясын жазады, иә, бұл жерге. Так, келесі performance analysis. Ол performance analysis деген ол сіздің MPA деген айлық performance анализ, яғни quarter PA деген ол апталы, так, квартальный, яғни әрбір 3 ай сайын өзіңіздің статистикаңызды жасап отырсаңыз болады. Мен бірақ бұны жасамаймын, маған керегі тек live journal информациясы, trading journal, және сол жерде ғана өзінің анализінде жасап отырамын. Бұны соңғы рет 24 августта енгізіппін. Мысалы win rate қанша, пайда қанша, барлығы мысалы көрініп отыр, иә. Profit 8%, profit 5%, risk reward қандай болды, пайда қандай болды, барлығы жазылып тұр. Так, сосын енді quarter PA тоже жақсы деп ойлаймын, сіздерге керек болады, но бірақ мен бұны тоже қолданбаймын. Келесі нәрсе ол аккаунт, яғни аккаунт. Қандай аккаунттар бойынша жұмыс жасайсыздар? Профирма ма, личный аккаунт па, бәрін қосса болады. Мысалға айтайық, аккаунт дейді, мына жерде егер сіз мысалы профирмадан экзамен алсаңыз, сатып алсаңыз, сіз аласыздар, мына жерге new деп басып, мысалға айтайық, допустим, 100 000, мысалы қандай компания, AKG, AKG, Альфа Капитал Групп, мысалы статус, допустим, қазір өтіп атсыз, ongoing, starting equity, мысалы 100 000, current equity, мысалы 100 000 деге. Так, бұл аккаунт қандай фирманыкі, міне көрініп тұр, Альфа Капитал Групп, мысалы логотипі барлығы шығарып тұрады. Все, енгізесіздер, және уже сіздерде мына аккаунт мына жерде тұрады. Мына жерде мысалы бүкіл аккаунттарыңыздың статистикасын тоже енгізіп қойып қарап отырсаңыздар болады. Так, келесі бізде дата дейді. Дата деген жерде сіздер так, мысалы қарайық, лонг қанша пайыз пайдамен жабылды, шорт қанша пайыз вин болды, мысалы қандай активте қандай вин рейт, оның барлығын көруге мүмкіндік береді. Фунт бойынша 60%, гер бойынша 50%, евро бойынша 59% вин рейт бар екен менде мысалы. Басқа паралар бойынша watchlistқа қосып қоюға болады. Мысалы how'ды add to watchlist, add десек, так, все, новыйдан how деп жасалды, және бұл бойынша сделкаларға қосып отырсаңыздар сіздерде көрінеді. Так, енді қандай таймфреймда более вин, яғни жоғары қолданасыздар, пайдасын көрсетеді, қандай трейдтар, қандай стиль жақсы сіздерде жұмыс жасайды, оны тоже көрсетеді. Intraday ма, swing па, мысалы execution, мұның барлығын оны өздеріңіздің инструменттеріңізді қосып қойып, қандай вход түрі сізге көп пайда келеді, бәрін жасап беріп отырады енді. Так, келесі өтейік. Соңғы нәрсе қалды. Бізде ол трейдерс карт деп аталады. Мына жерге сіз мысалы өзіңіздің атыңызды жазып қойсаңыз болады. Мен Нұралы деп қойдым. Мысалы Нұралы, нижний пробел
крипто, иә, все жазып қойдым. Мен мысалы өздеріңіздің информацияларыңыз шығады. Total trade, сол сіздің қанша трейд аштыңыз, бүкіл всю история шығып тұрады. 53 win, 43 loss, 20 без убыток болған екен. Win rate, средний risk reward қанша шығады, барлығын көрсетеді. Достар, енді бұл менің қолданатын журналым болған. Қалай қолданамын, не үшін керек, функцияларын барлығымен сіздермен таныстырдым. Бұл журналдың сілтемесі сіздерде видеоның астында болады. Өздеріңізге алып кетсеңіздер болады. Ал енді сіздерге саудаға сәттілік тілеймін. Мен соңғы уақытта рилстарда көріп жүрген метод, подходпен жұмыс жасап, түсініп көру үшін менің астында тұрған WhatsApp сілтемеме жазсаңыздар болады. Қалай мен нәтиже жасаймын, барлығын сіздермен подходымды, стилімді түсіндіретін боламын. Консультация керек болса, тоже WhatsAppқа жазыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Нұралы крипто. Саудаларыңызға сәттілік, журналды дұрыс мақсатта пайдаланасыздар деген ойдамын. Сәттілік.